Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз творожный сыр жасайтын боламыз. Творожный сырымызды магазиннің 2,5% айранын, яғни мұздатқышқа қойып, осылай қатырып алдым. Осылайша қатырып алып, пышақтың көмегімен бөліктерге бөлетін боламыз, яғни суы тез ағып кету үшін бөліктерге бөлдім. 4 қабат марлымызға осылай салып, суын ағып кеткенін күтетін боламыз. Суы 5-6 сағатта ағып бітеді. Осылайша сетканы қойып, сеткамыз түсіп кетпеу үшін шанышқының көмегімен осылай тұрғызып қойдым. Осылайша 5-6 сағат күтеміз. Яғни біздің 5-6 сағатымыз өтті. Осымен қатар творожный сырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай видеода өте әдемі болып шығып тұр. Осылайша суы осылай ақты. Енді біз құрғақ ыдысымызға жаңағы творожный сырымызды салып, барлық пирожниларға, торттарға қолданатын крем жасайтын боламыз. Сахарный пудрамызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырдым. Лопатканың көмегімен жан-жанын осылай жинап аламыз. Осылайша құрғақ ыдысымызға сливки дайындайтын боламыз. 1 стакан сүт құйдым. 80% маргаринімізді саламыз. 80% маргарин пайдалансаңыздар өте жақсы болады. Осылайша миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Яғни араластырып алдық. Енді біз жаңағы творожный сырымызды сливкимізбен бірге араластыратын боламыз. Осылайша жақсылап лопатканың көмегімен араластырып алдық. Бізде осындай форма шықты. Өте керемет, әдемі болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Келесі видеода көріскенше.